Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме, достар? Мінекей бүгін біз рассада тұрғызамыз. Яғни сладкий перец, баклажан. Бұлар өте кеш өсетіндіктен бұны ертерек дайындай береміз. Бізде рассада арнайы ыдысымыз. Немесе егер сізде ондай ыдыстар жоқ болған жағдай болса, балалар жеп тастаған йогурттың ыдыстары да жарай береді. Ал кеттік, арнайы топырағымызды саламыз. Бізде топырағымыз мынандай. Кейін сіздерге қандай топырақ пайдаланғанын астына жаза кететін боламын. Мұқият қарап отырыңыздар. Мінекей осылай толтыра беретін боламыз. Яғни мен әрқайсысына 2 қасықтан салып жатырмын. Осылай барлығын толтырып шығамыз. Мінекей барлығына салып болдық. Хоппа. Енді бұған біз су сеуіп шығамыз. Ол үшін бізге керегі кәдімгі баклажкамыз және мынандай арнайы себетін. Бізде, яғни мен мистер Мускулдың босаған қақпағын алдым. Ендікі осылайынан барлығынан сеуіп шығамыз. Және де рассада еккеннен кейін алдын ала осылай сеуіп отырамыз. Барлығына сеуіп шығамыз. Барлығын сеуіп болдық. Енді тұқымымызды отырғызамыз. Бізде бірінші сладкий перец. Мынадай түрі. Көрейік. Тұқым салатын жерімізді мындай шырпының көмегімен кішкене ашып аламыз. 1 сантиметр болатындай. Енді тұқымдарды былай салып шығамыз. Қайтадан үстін аса қатты терең болып кетпеу керек. Сәл-пәл бетінде тұрса жарайды. Осылай керек тұқымымызды салып шығамыз. Егер шатасып кетпес үшін сыртына әрқайсына, егерде шатасып кетем десеңіз, әр тұқымды сыртына жазып, скотчпен сыртына жазып қоюға болады, немесе мына жерлеріне қағазға скотчпен жабыстырып қоюларыңызға болады. Бірақ маған ол аса қатты қажет емес. Сол себепті мен аттарын жазбаймын. Егерде сіз рассаданы сататын болған жағдайда, онда міндетті түрде барлығын әрқайсысын сортымен жазу керексіз. Ал қалған тұқымымыздың барлығын салып шығайық. Мінекей достар, біз барлық тұқымымызды салып болдық. Енді бұны терезе алдына қойсаңыз болады. Күн сәулесі жақсы жарық түсетін жерге, немесе бұған арнайы өзіне арналған қысты күні лампа болады. Оны алдыңғы видеода сіздерге көрсетіп бөлісетін боламын. Әзірше осы. Сау, сәлематта болыңыздар. Келесі кездескенше.